Ядросыз ел атты онлайн тақырыптық кешін тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Жылдың халықаралық күнін атап өтеді. Бүгін біз тағы бір мәрте полигонның жабылуына тарихи мәні зор оқиға екенін сезініп отырмыз. Полигонды жабу еліміз үшін жеңісті шешім болды деп білемін. Жоғары энергиялар институтының деректі бойынша, Семей полигонда атмосферада және жер бетінде сыналған ядролық зарядтардың қосынды қуаты Хиросима бомбасының қуатынан 2,5 есе асып түседі. Таулары аласырып тауған жерге өздері тартылып бұлақта өлген. Атом апат болмасын бұған күмән, саңырауқұлақтай саулатқан сынақтылан, делегелдің тоздырған топырағын бұл қару буы зәрлі шұбар жылан. Өмір сүріп жатқан адамдар үшін бұл қарудың ауыртпалығы үлкен. Түскен жерде бір шөп, бір қыл өсірмейтін, тіршілік көзін жойып жіберетін қарудан қазір әлем үрейленіп отыр. Сонымен үрей тудыруға әкелген қаруды әлі күнге дейін пайдаланатын және өндіріп жатқан елдер бар. Жоғалып кеткен заман бар. Заманмен күйіп өлімге түскен адам бар. Жырлайды жүрек, жырлайды менің жанарым, жырланып жатқан жылдарымның мынау атынан. Ғасырда кетті, Семейде кетті, көп есем. Бес алып полигон болып еді. Тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен сол Семей полигонын жауып, қазақ халқының бейбітшіл халық екендігін әлемге паш етті. Семей полигонының жабылуы үшін күресіп, ақыры жеңіске жеткен қазақ халқының даңқты ұлы Олжас Сүлейменов бастаған Невада Семей антиядролық қозғалысы өзінің халық алдындағы аса ауыр да құрметті міндетін осылайша орындап шықты. Шындықтың сырын көкейге түйдім. Тажалға қарсы лағнет айтып, қауым боп қолдан тасуға үйдім. Қара тас болсын тажалдың үйі, сұлулық өнер адамдық сыйы. Ертістің бойы, еліктің қыздың елтіп мені әкетті күйі. Онда 500-ге тарта ядролық сынақ жарылысы жасалды. Қазақстан Семей сынақ алаңы жабылған сәттен бастап адамзат тарихындағы ең зұлмат сойыл ядролық қарумен күрестің көшбасшысы атанды. Қалалары қаңсыған, зұлымдықтың түтініне қақалып, жүрегімнің қияны ұстап шаншыған. Шіріп бітті балық түсер барауым, қиылған соң қимас ұлым қыршының, аспанға көп үрейлене қарауым, ағылтама азапты жақ қырсыған. Бұл кешімізді аяқтай отырып, ауылдық кітапханада ядролық қарусыз болашаққа атты кітап көрмесімен жалғасады. Келесі кездескенше неге жерге